Привет. Мен аты Меркен. Мен қаңтарда 92 балл алдым, наурызда 80 балл алдым, ал грантта 108 балл алдым, потом грантқа түстім. Көріп тұрғандай, қаңтарда мен 92 алдым, потом наурызда 80-ге түсіп кеттім. Өзім историям потом айтамын. Пока оған дейін айтқым келетіні, наурыздан аз балл алып қалсақ, ары қарай не істесек болады. Мен қазір общежитияда комнатада тұрып жатырмын. Мен ең бірінші айтқым келетіні, обычно сценарий қалай болады. Егер көбінде біз аз балл алып қалсақ, біздің миымызда сразу ой пайда болады. Мен кінәлімін, мен дұрыстап оқымадым. Мен белгілі бір осы балл алғам үшін бұл менің кесірім. Себебі мен дұрыс оқымадым, себебі вот это. То есть көбінде өзіміз кінәлай бастаймыз. Білмеймін, может, сенде де осындай болды, что вот сразу алдың, балды білдің, и көңілге өте қатты түсті, себебі сондай ойлар пайда болды. Мен кінәлімін, мен кесірім деген сияқты. Ең бірінші айтқым келетіні, бұл сен белгілі бір балл алған, то есть ойыңнан шықпаған балды алғанға не только сенің кесіріңнен, былай айтқанда. То есть ол жерде тоже басқа да нюанстар бар, по сути. Вот соны айтқым келеді. Сен дайындалғаныңнан басқа да белгілі бір нәрселер, сен белгілі бір балл алған әсер етті. Ең бірінші ол жақсы, қатты таныс емес, 100% керемет білетін емес тақырыптар саған осы вариантыңды түсқалуы мүмкін. Все равно же біз оқыған кезде, дайындалған кезде кейбір тақырыптар жақсы білеміз, жақсы түсінеміз, оңай түсіндік, керемет түсіндік, өзімізге жақын болуы мүмкін, ал кейбір тақырыптар олай емес болуы мүмкін. Вот так получилось, что тақырып сондай. Екінші тақырып түсіп қалды сенде, который сен жақсы білмейтін. Пока что, ал екінші айтарым, әрине бұл банально, если мүмкін, что қобалжудан болуы мүмкін. Тупо қобалжығаннан біз жақсы тапсыра алмауымыз мүмкін, себебі қобалжыған кезде, стресс кезінде біздің миымыз не хочет особо думать, есіне түсіріп, қашан біз бірнеше апта бұрын белгілі бір тақырыпты оқығанбыз, қобалжып тұрғандықтан ол все равно әсер етеді біздің оқығанымыз, кейін алдында оқыған тақырыптарды есімізге түсіруімізге. Үшінші айтарым, шаршап баруыңнан да болуы мүмкін. Бәрімізде болады, білмеймін, өзімде жеке болды, что наурыз ұбыты, может, қаңтарда болсын, келе жатқандықтан әрине біз ойлаймыз, қанша балл аламыз, вот это все, әрине бізде нервничать ете бастаймыз, уайымдай бастаймыз. И поэтому көп оқи бастаймыз, осы күнге шейін оқыған тақырыптарды қайталай бастаймыз, жақындаған сайын. И осындай кезде біз ұмытып кетуіміз мүмкін демалуды. Біз еще қанша балл аламыз деп ойлаймыз, жете ма мен ойлаған балды аламын ба, порога грантқа жететін балл аламын ба. Ата-анамыздың үміті, еще бізге өзің оқысаң да, курспен оқысаң да дедлайн, одан соң қайталау керек, и все, бәрінен біздің шаршауымыз мүмкін миымыз. И даже интеллектуально осыны күнеге көп информацияны все равно қайталағанның өзінде еске түсіру болады, все равно жүк ми үшін. Сондықтан біздің миымыз тупо шаршауы мүмкін. И сол шаршаңқы мимен 4 сағат, 3 сағат, қанша ұмытып қалдым мен, қанша сағат тапсырып едік, 3 сағат па? Потому что мен ойымша миымыз шаршап тұрса, все равно әсер етеді. Қаншалықты біз есімізге түсіреміз, қаншалықты есептерді шығарамыз. Жақсы. И все такое. Келесі айтқым келетіні, жаңа айттым ғой, бізде сразу осы белгілі бір балды көрген соң, мысалы біз ойлағандай балл алмаған соң, бізде ой пайда болуы мүмкін. Білейін, мен өзім кесірімнен мен дұрыс дайындалмадым, потому что мен ойымша бұндай уақытта шынымен болуы мүмкін, то есть өзің алдында шынайы айтуың керек, что вот мен белгілі бір сабақ оқитын уақыттардың орнына басқа нәрсе тірлік жасадым, оқымадым, по сути. Или социальный сетте көп отырдым, могла бы или мог бы оны удалить етіп өйтіп көп отырмауға, тағы да не, дедлайндарды уақытылы істемедім, жақсы 100% оқуға тырыспадым, 100% түсінуге тырыспадым. Сондай сияқты, өзің алдыңа шынайы қарау керек, соларды еске түсіру керек. Яғни мен, по сути, мен бұдан да жақсы дайындалып баруыма болатын еді деген сияқты ойлар болады. И ол шын бүгін мүмкін, по сути. То есть ең бірінші бұл бізде просто өзің алдында шынайы қарап, өзің айту, что да, мен жақсы дайындалуым болатын еді, но мен дайындалмадым деп. Одан соң прям үшіншісі айтарым, осыдан келесі прям плавно кететіні, бұл енді мен не істей алам деп өзің сұрақ қойың керек. То есть дальнейшие действия кету. Енді осыдан не істеймін, болды, мен белгілі бір балл алдым, и что теперь? Мен не істей алам, чтобы қазіргі өзім положением, қазіргі состоянием, қазіргі балымды келесі грант ұбытысы келе жатқан кезде қалай мен оны жоғарылатам, қалай мен осы қазіргі күйім, что мен оны қалай жақсартып аламын деп өзің сұрақ қойып, сол сұраққа жауап беруің, по сути, керек. Яғни ол қалай? Яғни белгілі бір действие, белгілі бір іс әрекет жасау, чтобы қазіргі состояниеңнен соны жақсырату үшін, мысалы балдарыңды жоғарылату үшін келесі ұбытыда. Яғни әртүрлі көп үлкен тірліктердің істеудің қажеті жоқ. Мысалы күніге 11 сағат оқып, 8 сағат оқып деген сияқты емес. Бұл
кішкентай белгілі бір іс-әрекеттер, яғни ең біріншісі там мысалы сен осы уақытқа шейін социальный сеттерде көп отыруың мүмкін, да, Инстаграм, ТикТоктарда, сен соны азайту мақсатында может бір удалить етесің, или там белгілі бір сағат аралығында көресің, иә, там 1-2 сағат. Ладно, 3 сағат, мне кажется, көп болады. Ну, смотри, қай кезде, мысалы, мен алдыңғы өзім видеоларымда айттым, что белгілі дедлайнның бәрін жасап болған соң, яғни сен бүгінгі күннің параграфтарын, оқу керек заттарын бәрін оқып тастаған соң, бірақ белгілі бір сериал, фильм, немесе там ТикТок, Инстаграм көру. То есть после того, как сен осылардың бәрін істеп болдың. Может быть тогда, да. Но мен айтқым келеді, что вот сабақ оқығанға шейін ештеңе көрмеу, иә, сабақ уақытында особенно көрмеу деген сияқты өзінің правилалар қою, по сути. Белгілі бір іс-әрекеттер жасау. Немесе вообще удалить ету. Ну, әрине мен советую жайлап там азайту сағаттарды, иә. Мысалы, күнделікті сен 4 сағат көрсең, соны жайлап азайта бастау сағаттарды. Там 3 сағат көру, 2 сағат көру. Тағы да мысалы далаға шығуды, яғни достарымен, там сыныптастарымен қыдыруды тоже азайту, немесе соларды тек там суббота, воскресенье демалыс күндері қою. Ал басқа жұмыс күндері, иә, понедельниктен пятницаға дейін ол уақытта сабақ оқу, немесе достарымен шығу, тек сабақтардың бәрін орындап болған соң. Яғни белгілі бір ережелер қоюың керек, что сабақ бірінші орында, потом вот эти. Әрине, бірақ бұл жерде тоже андай былай жасамау керек, чтобы вот все, мен енді оқимын, күніге сабақ оқығаннан басқа ештеңе істемеймін деген сияқты. То есть я не советую олай істеуге. Да, приоритетке қою керек сабақ оқуды, бірақ басқаларды тоже ұмытпау керек. Яғни ол жақын адамдармен бірге сөйлесу, бірге болу, одан соң там демалу деген сияқты нәрселерді ұмытпау керек. То есть баланс болу керек бұл жерде все равно. То есть өзіңе сұрақ қой, мен контролімде не бар, и мен не істей аламын белгілі бір іс-әрекеттер, чтобы қазіргі состояниемді өзгерту үшін, қазіргі балымды өзгерту үшін, иә, келе жатқан ұбт-да. И және соларды жасау. Потому что біздің қолымызда тұр, ол только оқу, по сути, біздің повлиять ете алатын нәрсеміз, яғни біздің қолымыздан келетіні, біздің оқуымыз қаншалықты жақсы оқығанымыз, по сути, қаншалықты жақсы түсінгенімізді, есептерді или там тақырыптарды. Әрине, оқығаннан бөлек еще біздің қолымыздан келетін жақсы ментальный здоровье болу, по сути, өзіміздің жақсы сезінуіміз, себебі 100% оқып кетіп, яғни 100% қатты оқып кетіп, там көп сағат тоже оқып кетіп, ол да жаман. Мен уже айттым осы алдымдағы видеоларда маңызын, иә, выгоранияға түспеудің маңызы, то есть демалудың маңызы. Бұл жерде қайталамай қойын. То, что өте маңызды болып келеді. Келесі бұл менің историям наурыз ұбт-мен қалай тапсырдым. И почему вот так получилось, что мен 92, 80, потом 108 алдым. Яғни мне, по сути, не деп айтады қазір. Айтып ғой, не деп айтып белгілі, мысалы, бірінші ұбт-дан жоғары аласың, екінші ұбт-дан төмен аласың. Не деп айтып ғой? Окей. Бірінші қаңтарда мен 92 балл алдым. И потом наурыз ұбт-сы келеді. Наурыз ұбт-сының алдында бір аптада айтайын, немесе бірнеше күн алдында мен өзімді не очень, по сути, былай айтқанда сезіне бастадым. То есть мен шаршаңқы сезіне бастадым өзімді. Менде ойлар болды, блин, мен қатты шаршап тұрмын. Я не хочу, мен ұбт-ты тапсырғым келіп тұрған жоқ, по сути. Көп нәрсе әсер етті, мен айтқаным, скорее всего, мен сабақ оқумен там демалудың балансын что-то жоғалтып алдым. Скорее всего, так получилось. И по сути, мен демалуға тоже тырыстым. То есть мен уже түсіндім, что-то мен шаршап тұрмын, демалу керек. Но дело в том, что уақыт өткен сайын әрине уже наурыз ұбт-сын, тіркелген наурыз ұбт-сының уақыты маған жақын келе жатыр. То есть по сути мен демалып үлгермедім, былай айтқанда. То есть мен қаншалықты демалсам да, яғы уақыт келе жатыр, ол просто жеткіліксіз болды маған. Ал уже наурыз тапсыратын уақыт келді. И мен все равно әлі шаршап тұрмын. Менде андай ойлар болды, блин, тапсырғым келіп тұрған жоқ. Могу ли я вообще не пойти? Наурыз тапсырмай қойсам бола ма? Бірақ все равно бәрі тіркелді. Мен там сыныптастарға, там мұғалімдерге айтып қойдым, мынандай уақыт тапсырам, там ата-ана біле. То есть арқа мен по сути шегін алмадым. И мен ойладым, ладно, мен тапсыра саламын деп. Вот еще мен как будто шаршап тұрған соң, как будто уже знала, что миым істеп тұрған жоқ. И блин, мен қаңтарда алғандай балл алмау мүмкін деп ше. Одан жоғары даже аламау мүмкін деген сияқты, потому что настолько шаршап тұрмын дедім. И мен тапсырғым келмеді, но все равно наурыз тапсыратын уақыт келді. И мен тапсырдым. Даже тапсырмай тұрып или тапсырып жатқан уақыттың өзінде де осы ұбт-ны наурыздың. И менде ой болды, что блин, тез бітіріп үйге барып ұйықтасам ғой деп ше. Мне кажется, даже мен демалуға тырысқан өзінде де ұбт наурыздың алдында мен все равно оқуға тырыстым, қайталауға тырыстым осы уақытқа шейін өткенімді. Себебі типа мен ұмытып қалдым деп ойладым, блин деп ше. Плюс стресс болды, там все равно переживать етесің ғой неге келген кезде. ұбт болған кезде прям очень переживание болады. До конца отыруға тырыстым, до конца отырдым. И көремін, что вот 80 балл алып қалдым. Көңілге әрине түсті, но одан бұрын даже мен өте қатты шаршап тұрған соң тез үйге барып демалу, ұйықтау болды менде, если честно. И как будто мен даусым дұрыс естіліп тұрған жоқ, поэтому микрофон бүйтіп қолыма алатын болдым. Хотя я не люблю так делать почему-то. Потом мен демалдым, бүйтім сөйтім келесі күн келді.
мен паникаға түсе бастадым уже. Блин, не істеймін, аз балл алдым, грантовскийде қалай болады, грант ұта алмасам ше деген сияқты, я. Все равно паниковать етем бірнеше уақыт, какое-то время. Но потом, конечно, понимаю, что мен қолымнан келетін только сабақ оқу, и значит, что-то дұрыс болмады, мен бұндай балл алып қалғаныма. Ну, плюс мен шаршағандықтан, и плюс, значит, мен дайындығымда бірден өзгертуім керек деп ше, потому что мен курссыз дайындалған едім өзім. Яғни мен шаршағаным, бұл айттым ғой, что дұрыс сабақпен жаңағы демалудың дұрыс арақатынас болмағандықтан деп. Оны да, бірақ одан бөлек мен, значит, еще тездетуім керек, потому что мен наурыз болды, одан уже бірнеше ай қалды грантовский бұтаға, сондықтан менде қателеспеймін 10-11 сыныптардың биология, географиясы мен әлі оқымаған еді. И соны тездету керек болды. Даже мен 9 сыныптың бітірдім, я не помню. Вот. И мен өзім оқып атқан графигімде белгілі бір өзгерістер жүргізуім керек дедім. И мен істедім. Не өзгерттім десем, бұл жерде мен бастадым бөлімдер бойынша оқуды. Мен уже айттым оны, так что мына жақта айта салам, что вот только мен бөлімдер бойынша оқыдым. Яғни 10-11 класс, скажем так. И түсінеді бөлімдерге бөлінеді, екі бөлімдер ұқсас, екі класста да. Мысалы, координация бөлімі бар 10 сыныптың биологиясында. И 11 сыныптың биологиясында тоже координация бөлімі бар. Сондықтан сол бөлім бойынша оқуды мен оқи бастадым. Сол тұрғын мен көп айттым, так что мен мына жерде қайталамай ақ қояйын. То есть мен айтқым келеді, что переживание түстім, блин, анау-мынау. Бірақ түсіндім, что мен қолымнан келетін нәрсе только оқу. Я сөйтіп бірінші грантовский бұтыға мен, по сути, негізі жақсы состояниемен бардым. То есть бұл жолы тоже мен андай шаршап барған жоқпын, наурыз бұтыдағыдай. Әрине қобалжу болды, 100% қобалжу болды. Я өзім дайындығым арқасында, өзгерістердің арқасында уже 11 сынып, короче, бәрін, не оқу керек болсам бәрін оқып, бәрін бітірдім. Барынша, короче, істегенім істеп, с Богом деп, бірінші бұтыға кірдім. И, я, сөйтіп мен 108 балл алдым. Мен ойымша жақсы балл. Ойбай дейтіндей, вау, керемет, там 140 емес, әрине, и по сути жақсы менің мамандығыма болатын, жақсы балл, и сондықтан сол арқасында әрине мен грантовский бұтын жақсы тапсырып, потом грантқа түстім. По сути, былай қарап тұрсақ, типа, бір статистика бойынша біз қарап тұрсақ, я, мен наурызда 80 алдым, грантовскийде 108 балл алдым, яғни мен 28 балға, по сути, плюс қостым, да, күшті естіледі, да, очень, типа, әдемі естіледі, там, 28 балл қостым бірінші айдың ішінде, и мой секрет деген сияқты видеолар түрге болады, бірақ дело в том, что мен ол кезде 10-11 сыныптарды оқымаған едім, олар да әсер етеді, грантовскийді мен уже әрине оқып бітірдім, және де мен ол кезде шаршаңқы болмадым, то есть көп нюанстар бар все-таки. Сондықтан я осы арқылы объективно, надеюсь, объективно қарауға тырысайық. Не только бұл өмірде болып жатқан, не только біздің кесіріміз, көп нюанстар бар, которые біздің қолымыздан келмейтін. И одан соң қолымыздан не келетінін қарайық, объективно, реалистично. Мен қолымдан не келеді. И соны жасау, сол іс-әрекеттерді жасау. Вау, прям очень мотивационно естіліп жатыр, но так и есть, по сути. Я надеюсь, мен көмектестім. Надеюсь, белгілі бір советтерім, айтқан тірліктерім деп болма, сөздерім көмектесті, ой тастады, өзімнің историям, комментарий жазып кетсем болады, қандай ой келді осы видеомда мен айтқан сөздеріне. Не там басқа да ойларым бар шығар, басқа да советтерім бар шығар, қосымша қосатын осы мен айтқан бүгінгі тақырып ойларыма. Я буду благодарна, егер там лайк, подписка, мынау мен осы каналды жақында бастадым. Ну, жақында деген белгілі уақыт өтті, әрине, бірақ мен ойлаймын жаңа деп. Сондықтан көп видеолар шығарып отырсам, сондықтан осы каналға қосылсам болады. Одан соң менде Телеграм бар, Телеграмнан бөлек және Инстаграм бар, соған жазылып кетсең болады. Инстаграмды тоже мен жаңадан аштым. Ол жақта қазір подписчик жоқ, ештеңе жоқ, подписка да подписчик та жоқ. Сондықтан соны да жүргіземін. Сондықтан келесі видеода кездескенше. Пока.